Қайырлы күн, бүгіне сүйер қауым, бүгіне күнделігі, бүгін үшінші бөлімі, үшінші сериясы дейін бақылайтын. Неке біздің бүгінелеріміз өсіп, жұмыртқаға кірді. Бүгін уже біраз күн болды. 40 күннен асып кеткенімізді шатасып қалдық. 45-46 күні 80 бүгінеден 45 жұмыртқа алдық. Енді күннен күнге көбейіп келе жатыр. Осындай әдемі жұмыртқалар мен қуантып жатыр. 34 күні бірінші жұмыртқасын берді. Бір жұмыртқа, одан кейін 7 жұмыртқа берді. Одан кейін 14 жұмыртқа берді. Сосын жайлап сөйтіп көбейіп бүгін максимальный количество 45 жұмыртқа алдық. Енді ары қарай білгендеріміз бізді жұмыртқасымен қуантады деп күтеміз. Мына гидропонный корм. Осы гидропонный кормды қалай өсіру жайында осы каналда да бар. Мынандай витаминный корм. Бұны бидайдан өсіреміз. Нәше тамырының бәрі протеинге бай. Мына несінің бәрі, жасыл шөбінің бәрі микроэлемент витаминдерге бай. Несі да бар, бидай да бар, растительный белок. Бүгіне жұмыртқасының қалыптасуына өте күшті көмектеседі жалпы да. Виткрас, гидропоника деп іздесеңіздер, осы интернетте де ақпарат көп. Енді бұл витаминная бомба деп аталады. Осыны көгертпей, шіртпей, сарыспай, әдемілеп, осыны свежий салатын иісі шығып тұратындай қылып өсіру керек. Маңызды, әйтпесе көгеріп кетсе, бұл құстарымыз отравление болып қалуы мүмкін. Осындай салат өсіріп құстарымызды қуантсаңыздар да болады. Осыны қалай өсірудің гидропоника деп біздің каналымызда да видеосы тұр. Ал мынау біздің ең алғашқы осындай жұмыртқадан бастап осындай жұмыртқаға дейін жеткен біздің құстарымыз. Өзімізге ыстық. Бұлар біздің бірінші инкубациядан шыққан балапандарымыз. Бұны қалай инкубациядан шыққанымыз барлығы осы каналда тұр. Асықпай көріп алсаңыздар да болады. Аппетиттер Аллаға шүкір жақсы. Салмақ жинаулары да жақсы. Міне көрініп тұр, ірі, крупный, томпақ. И жұмыртқаға да Аллаға шүкір жақсы кірді, глянцевый, әдемі жылтырап тұрған жұмыртқалар беріп қуантып жатыр бізді. Одан кейінгі мына балапандарымызға да бір 15 күннен кейін, 10-15 күннен кейін жұмыртқаға кіріп бастайды. Осында 2 брудер тұр бізде. Бұл брудерлер таршылық етіп жатыр біздерге. Осы желтоқсан айында жаңа жылдың қарсаңында көптеген қарбалас болып жатыр ғой. Сондықтан да біз графиктен шамалы кешігіп жатырмыз. Мынандай клеткамыз, осындай 2 клетка дайын болу керек еді. Осындай клеткаларды апасы жасап беріп жатыр. Әзірше 2-ге бөлініп, осындай 2 түрлі брудерде күтіп отыр клеткаге қашан шығатындарын. Мәселе уже тар болып барды. Бұлар ет өсік сияқты. Аллаға шүкір тез өсіп жатыр. Жүндері жылдырап, гидропонный корммен қосып, жаңағы несі бар, каби кормы бар. Мынандай әдемі гидропонный кормда өсіп беріп жатырмыз. Қыстың күні желтоқсан бүгін. Желтоқсанның бүгін нешесі бапасы? 29-ы. Почти 30-ы қазір. Көрсетем сіздерге, мынаны қараңыздар. Астының бәрі осындай әппақ тамыр, протеинге бай тамыр. Мынаны қараңыздар, мына жерде растық несі бидай бар. Бетінде осындай микрозелень. Керемет. Енді осындай қыстың күні осындай жасыл шөп жеп рахаттанып тұр. Естественно, енді нелері де жылтырап әдемі болып жатыр жұмыртқаларды. Әлі бәрі бірдей толық кірген жоқ. Енді толық кіреді деп не істейміз, үміттенеміз. Мына жердің температурасы бүгін жылы болып тұр, 28 градус жылылықты көрсетіп тұр. Комнатаның ішінде 66 градус влажность көтеріліп тұр. Мына жерде қазір кішкене вентиляцияны қосып нені түсіретін боламыз. Влажности себе қатты влажность кетті. Мына бізде бұл пашилар бұлар екінші брудерға көшу керек болып жатыр. Біз графиктен қалып жатырмыз. Бұл тимедей балапандарға
да бір апта уже болып қалды. Мына жер уже мықты тар болып кеткен жағдайы бар, таршылық етіп жатыр балапандарға. Енді ана клетканы жасасақ, одан кейін бұлар брудерге көшетін болады. Брудердегі балапандар бұйырса клеткеге шығатын болады. Астын қайта-қайта тазалап тұр, бірақ мынау көп балапан болғасын. Тез-тез суларда тез-тез не болып кетіп жатыр. И астарда тез-тез лас болып кетіп жатыр. Енді мына жерде бізде 250 балапан. Одан кейінгі 190 балапан бар мына жерде. Осының бәрін игеру керек. Не қараңыздар, қаншама жұмыс. Буденеші қауым біледі, бұл қаншама көп еңбек екенін. Сондықтан да міне мысалға ең басында опытыңыз аз, тәжірибеңіз аз болса, міне 200 бастан бастаудың маңызы міне осында екен. Мысалға мына жерде біз қазір 2000 балапан болса, біз міне игере алмайтын түріміз бар екен. Біз 200-200-ден жайлап көбейтіп жатырмыз. Бұдан үлкен поколение, бұлардан 130 штуқтай мал қалды, себебі біз қораздарын уже неге жібердік, етке жіберіп жатық. Мына жерде көбісі ұрғашы, енді бір полка ғана, астыңғы полка қораздары қалды. Олар да бәрі де етке кетеді. Одан кейін бұларға басқа қораздардан қосатын боламыз, немесе енді ойланып жатырмыз, мүмкін басқа оригинал инкубационный жұмыртқа аламыз ба деп кешіріңіздер. Себебі мысалға мына қараңыздаршы, енді буденеші қауымдар біледі, уже ақ Техас деп жүрген балапандарымыздың үстерінде жаңағыдай серый оперениялары көбейіп баратыр. Яғни бұның қандары шатыс деген сөз ғой. Енді кешегіде біз ана буденеші группада көптеген үлкен кісілер бар, бұрыннан өсіріп келатқан, бұрыннан тәжірибесі бар буденешілер бар ол жерде. Соның арасында бір селекция туралы не болып кетті, әңгіме болып кетті. Сол жерде айтады да, мысалға Техас пен манжурды қоссақ, манжурдың жұмыртқа көп жұмыртқалауын алсақ, ал Техастың жаңағыдай етті бағытын алсақ, сонда жұмыртқа етті өзі крупный, өзі жақсы жұмыртқа туатын бөдене алсақ дейді. Енді ол жерде бір но бар ғой. Енді байда бір біздің Рауан программасымен оқыған біздің кезіміздегі кісілер білетін шығар. 9-11 классында биологияда біз қара шыбын мен көк шыбында селекция жасап, 5-ші ұрпақта қанатты шыбын шығады деген бір есептер бар. Естеріңізде болса комментарияға жазып кеттіңіздер. Сол кездегі биология сабағында болсаңыздар, комментарияға жазып кеттіңіздер. Сол сияқты мысалға ол не всегда селекцияда бала, келесі ұрпақ бұл әке-шешесінің жақсы қасиеттерін ала бермейді. Ол дейтін генная инженерия деген үлкен ғылымның бір саласы ғой. Мысалы біз олардың хромосомаларын қолмен санап салып бере алмаймыз лабораториядағыдай. Бұдан туылған ұрпақ мысалға жаңағыдай аз жұмыртқалайтын, денесі кішкентай болып, әке-шесінің басқа қасиеттерін алып, сондай болып та шығуы мүмкін ғой. Сондықтан да қолмен селекция жасау, енді менің жеке пайымдауымша, басқа кісілерді енді айтып жатыр, жақсы породалар шығып жатыр, ондайдан жақсы өнім алып жатыр, жұмыртқа алып жатыр деп. Енді бірақ менің пайымдауымша қолмен селекция жасағанмен бәрібір жаңағыдай оригинал плем станциядағыдай болып шықпайды. Мысалға бізде көбінесе Россияда, бізде Қазақстанда мен бір жұмыртқа, оның ішіне будене жұмыртқасын шығаратын бір плем станция бар деп естімедім. Россияда бар, Ресейде. Сол жерде мысалы оригинал манжур, оригинал Техас дегендерді өндіріп шығарады лабораториядан. Олардың мысалы 100 жұмыртқа алса, 100-нен 101-дей балапан шығады. Ал біз мысалға алсақ, 100 балапан алсақ, міне мысалға 100 балапан біз манжур алып, оның ішінде бәріне осындай бір 20 штук мынандай қарасы шығады. Бір мынандай басқа түрі шығады, золотой феникс дейді кісілер. Енді көрген, тәжірибесі бар, опыты бар кісілерде бұл қарындасым сенде манжур емес, золотой феникс дейді. Біз
жұмыртқасын алғанда манжур деп алдық, иә. Мыналар мысалға манжур деп айтады. Мыналар мысалы техас дейді, бірақ техас дейтін ақ болу керек, артқалары мен мынандай қоңыр болып жүр. Сондай не ғой. Сондықтан да біз, менің ойымша, мен пайымдауымша, қолдан селекция жасаған, ол бәрібір де қанша жеті ұрпан санап қоссақ та, ол оригинал бөдене шығару қиын шығар. Себебі жалпысында былай Техастың ішінде де, табиғатта да мысалы, негізі Техас, манжур, феникс деген бар адамның қолымен селекциямен жасалған құстар ғой. Табиғатта негізі былай жабайы табиғатта ондай порода жоқ. Кеше кросс десем, ол кросс деп атамаңыз, кросс деген балапан шықпайтын бір жылдық бройлерді ғана айтады. Неге сіз кросс деп айтасыз дейді. Енді мен ол әр жерден оқығанымды айтамын ғой, мен тәжірибеде енді бір ондай биолог ғалым емеспін. Жалпы кешегі чаттағы әңгімеден шығып жатқан ой, достар, сіздермен бөлісейін деп ойладым. Сіздер қалай ойлайсыздар? Сіз тәжірибелі егер бөденеші кісілер болса, сіздер қалай шығардыңыздар породаны? Сіздердің бөденелеріңіз қалай жұмыртқалап жатыр? Жалпы өзіміздің қолымыздан мысалға манжур мен манжурды қосып жақсы порода алуға болады ма? Мысалға біздер бір вывод болғасын, олардың аталықтарын бөлек алып қойдық. Біз өзіміз салды ұрғандамыз, Ресейге тікелей доступ жоқ. Ана жақтан жұмыртқа алып келіп бізге не өздеріне, сондықтан біз ол жақтан пока код тұрған жоқ, біз қалай алатынымызды. Сондықтан да біз бұлай ойладық. Мына манжурлардың енді бір неде шыққан ғой, бұлар бір әке мен бір шешеден, бір потомстводан, бір поколение, бір фермадан алынған ғой. Осылардың аналықтарын алып қалып, и мына аталықтарды қосайық десек, бұл жерде де қараңыздар. Біреулері светлый, біреулері темный, хотя бұлардың бәрі тоже манжур деп бізге келген. Енді қалай болатынын білмейміз, соны эксперимент ретінде қосып көреміз. Мына топтың қораздарын мына топтың мекендеріне қосып көреміз. Оны міндетті түрде осы результатын осы неге салатын боламыз каналға. Жалпы сіздер селекция туралы не ойлайсыздар, соны айтып кетсеңіздер де болады. Қандай сұрақтарыңыз бар, соның барлығын қоя беріңіздер. Жалпы сіздерге не қызық, қандай тақырып қызық, сондай видео түсіретін боламыз алдағы уақытта. Барша бөденеші қауымға сәттілік тілейміз. Істеріңізге Алла береке берсін, табысты болыңыздар дейміз.